Жамбыл облысында жыл басынан бері еңбек бағдарламасы аясында 49.640 адам жұмысқа тартылған. Олардың 38.874-і тұрақты түрде орналасқан. Аймақта меже орындалды деуге негіз бар. Есепті кезеңде әлеуметтік жұмыс орындарына 1435 адам, жастар практикасына 1720 түлек жолданған. Ақылы қоғамдық жұмысқа 10.411 азамат жіберіліпті. Жұмысқа орналасқандар облыста 76,6% құрап отыр. Сондай-ақ 784 мүмкіндігі шектеулі жанға квота берілген. Бүгінде оның 533-і бекітілген. Жалпы осы бағдарлама аясында биылғы жылы біз 49.500 адамды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту жоспарланған болатын. Нақты бүгінгі күнге 49.640 біздің жерлестеріміз осы жұмыспен қамтудың белсенді шараларына осы бағдарлама аясына тартылып отыр. Жалпы жылдық жоспар бүгінгі күнде біз уже 100,3%-ға орындап отырмыз, яғни жоспарымыз толыққанды орындалды.